Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылым тарихтағы бойы ең биік адам Роберт Уодлоу туралы болады. Роберт 1918 жылы 22 ақпанда Американың Альтон қаласында дүниеге келді. Оның туылғандағы салмағы шамамен 4 килограммды құрады. Нәресте кезінде бала тез өсіп салмақ жинай бастады. 5 жасында Роберттің бойы 1 метр 63 сантиметрге жетті. 8 жасында бала әкесінің бойынан асып түсті. Ал 9 жасында Роберттің күштілігі соншалық әкесін екінші қабатқа баспалдақпен көтеретін жағдайға жетті. Баланың шамадан тыс белсенді өсу гипофиз ісігінен туындаған болып шықты. Өсу гормонының көп мөлшерде бөлінуінен акромегалиялық гигантизм пайда болды. 18 жасқа келгенде Уодлоудың бойы 2 метр 54 сантиметрді құрады. Мектеп бітіргеннен кейін колледжде заң факультетінде оқуды жалғастыруға шешім қабылдайды. Бірақ көп ұзамай оқуын тастауға тура келді. Роберт қайда барса да барлық жерде көпшіліктің назарында болды. Бұл факт ағайынды Ринглинг циркінің назарын аударып, Роберт олармен бірге гастрольге баруды ұсынды. Ол 1936 жылы циркпен бірге бүкіл Американы аралайды. 1937 жылы оның бойы 2 метр 55 сантиметрге жетіп, рекордсыз Джон Роганнан асып түсті. Осылайша ол әлемдегі ең биік адам атанды. Роберт күндерінің соңына дейін көпшілік алдында өнер көрсетуді жалғастырды. Ол Альтон алыбы, Иллинойс алыбы деген лақап атпен танымал болды. 20 жасында Роберттің бойы мен салмағы денеге теріс әсер ете бастады. Аяғының кейбір жерлерінде сезімталдық жоғала бастап, аяққа таңғыштар қажет болды. Тірек қимыл аппаратының қозғалысы мен дене салмағына байланысты дәрігерлер мүгедектер арбасын пайдалануды ұсынды. Бірақ ол бас тартты. 1940 жылы Роберттің тобығында жара пайда болып, тез арада инфекция түсіп үлгереді. Робертте қызу белгілері пайда болып, шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер қан құюмен ота жасағанымен инфекциядан 11 күн өткен соң Роберт небәрі 22 жасында қайтыс болды. Ол кезде оның бойы 2 метр 78 сантиметр, ал салмағы 199 келі құраған болады. Жерлеу кезінде денені көтеру үшін 20-ға жуық адам қажет болды. Ал менің бүгінге айтарым осы. Каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі кездескенше.